Жеке бренд жалпы бізге не үшін керек деп бір ортақ бір сұрақтан бастайықшы. Жеке бренд ол ешқашан да әлеуметтік желілермен шектелмейді. Неге ақша келеді? Өйткені адамды зажигать ететін күшті бір мақсат бар, бір миссия бар. Оның ішінде белгілі бір құндылықтарына сай әрекет етіп жатыр, и ақша екінші планда. Поэтому ақша да келеді, танымалдық та келеді. Бірінші кәсіп ашылады, сосын ол кәсіпті қалай жүргіземін деген нәрсе ойланады. Жеке бренд мақсатқа жету жолындағы құрал ғана. Қайырлы күн, құрметті Ля Газетта подкастының көрермендері. Бүгін кезекті эпизодымыз жеке брендке арналады. Жеке бренд ханшайымдарын студиямызға шақырып отырмыз. Айым ханым, Айым Жекенова және Бота Қобай, менің бұрынғы әріптесім. Жалпы бәріміз де журналистикадан шыққанбыз. Солай емес пе, қыздар? Сіз дейін ба, сен дейін ба, енді менен кішісіздер, бірақ енді этиканы сақтайын енді. Жеке бренд жалпы бізге не үшін керек деп бір ортақ бір сұрақтан бастайықшы. Баршаңызға сәлем. Рахмет за приглашение. Камераның арғы жағында Бота ханым біздің, Бота ханым звучит как Бота ханым, да? Біздің көңілімізді көтеріп, өте әдемі гүл шоқтарын алып келді. Сондай бір күшті эмоциямен баста жатырмыз Ля Газетта подкастын. Қош көрдік. Жалпы бір ғана дүниемен қайырсам болатын шығар. Жеке бренд бәріне керек. Әсіресе қазір проявленностьтің заманы, және де осы ең басты маңызды қазіргі валюта ол адамның назары. Сол адамның назарын біз ақшаға айналдырамыз. Қызметіміз арқылы, тауарымыз арқылы. Негізі қазір адамдар карточка, Каспий Голдпен өзінің арасына бір продукт салғысы келеді. Ал негізі біз өзіміз өнімбіз. Біз өзімізді сатуымыз керек. Жеке бренд осы үшін керек деп айтайыншы. Андай бір сөз бар еді, все продается деген нақыл сөз ба, соны растап тұрсыз ба сонда осы жерде? Все продается или все можно продать? На все можно заработать. Бәрін ақшаға айналдыруға болады. Бизнесмендердің айтқан несі бар ғой, сонда в этом мире все продается. Лишь бы соның тілін табу керек деген сияқты. Наверное, да. И ең оңай жолы, мысалы, бұрындары егерде біз Колгейтті алатын болсақ, Кока-кола қызық болса, қазір бізге бір брендтің артында адам тұрған қызықты. Мысалы, Айнұр Тұрсынбаева ханым шай ашып жатыр, оның ішінде бір история бар. Жаңағы бір ауылда Мойынқұмнан жиналады. Біз Мойынқұмда кішкентай кезде өскенде, и это меня приближает к этому. И мен вот, чтобы прикоснуться к прекрасному, окей, мен Айнұр Тұрсынбаеваны там 10 миллионға, 1 миллионға бір кездесуін сатып аламайым, но хотя бы Айнұр ханым шайын алып, вот что-то касание жасай аламын, И кез келген дүниені, өнімді, қызметті өзіміз арқылы, адам арқылы сатқан намного проще. Поэтому айтады ғой, ең бірінші сен өзіңді сат аудиторияға. Сосын кез келген тауарың, өнімің сатылады. Бұрын мысал үшін қоса кетейін аузына, Айым ханымның сөзін жалғастыра кетейін деген ғой. Эмоция сатып алып жатырмыз дейміз ғой. Эмоция ол адамның дене бітімінде, көзімен де, денесімен де, құлағымен де, мұрнымен де сатып алатын эмоциясы да, өзінің бойында қалыптастыратын, сақтап қалатын эмоциясы. И біз бүгінгі таңда сол эмоцияға ақша төлейміз. Бұрын жалпы личный бренд неден басталды? Личный бренд маркетингте кәдімгі товарларды сатудан басталды. Енді товарлар көп болған сайын сол конкуренттердің арасында товарды жақсы деңгейде сату үшін маркетингте бренд қып қалыптастыру деген бұл американдықтардың кезеңінде біз өзінің тарихында басталған нәрсе. Ол товарларды бір-бірінен отличать ету үшін сол бағанағы белгілі бір эмоцияларды, ассоциацияларды клиенттің есінде қалдыру үшін ойлап тапылған инструменттерді қазір бүгінгі таңда инфлюенсерлер дейміз, фрилансерлер дейміз, адамдар, өзінің қызметін сатып жүрген адамдар нарықта өзінің конкуренттердің арасында ерекше бөліп озып шығару үшін
пайдаланатын құрал, жеке бренд Иә. маркетинг. Вот осы жерде Nike Jordan деген фильмді қараса болады, иә? Мысалы, Nike бар, Adidas көрерменге бар. лайфхак. Иә, лайфхак. Жеке бренд не үшін керек деген сұраққа жауап, мысалы, Nike, Adidas, басқа, иә, неше түрлі Crocs, басқа бір кроссовкалар шығаратын компаниялар бар. Шанель де осы тоже Иә, неге мен Nike таңдауым керек, неге Adidas емес деген секілді. Яғни ол брендтің ішіне талай құндылық жатыр, иә, өзінің бір құндылықтары, қағидалары, неге қайда бара жатыр, бір стратегия, миссиялары бар. Ол окей, компанияның бренді. Ал енді осы компанияның бренді ол белгілі бір деңгейге дейін жетеді. Бірақ осы жерде именно олар Майкл Джорданда өздеріне бәленбай қыруар ақша төлеп, бір жылдай переговор жүргізіп, Nike компанияға кіргізіп, бренд амбассадор ретінде алған кезде, Джорданда да, Nike'да да нереальный продажа, нереальный популярность осы кезде орын алады. бір адам екі фирма, Интеграция. екі компания. Жоқ, бір адам, Джордан, это же знаменитый баскетболист, да, и ол осы Nike'ға өзінің атын береді, да, и у него будет линия Nike Jordan, да, Иә. и сол кезде Nike'пен жұмыс жасаған үшін Джорданда ат кетеді. И так-то он был классный, но вот, блин, осындай компаниямен жұмыс жасап жатыр деген утяжелитель, оны одан сайын күшті қылды, да, и Nike ат кетті. Сонда Жарнамалық Win-win интеграция ғой. ғой. иә, мысалы үшін біз тауар жаңағы Coca-Cola болсын, басқасы болсын, жаңағы KFC-дегі шалдан басқасының түрін танымайтын едік қой, Иә, былайша иә, айтқанда. иә. Қарап тұрсаңыз, жаңағы танымал жеке бренд арқылы компанияның да несі артып Тануға кетті, болады, иә. иә. Танымалдылығы артты, сатылымы артты деген сияқты. Мысалы, там, не знаю, вот Айдын Нұры, Айнұр Тұрсынбаеваның бриллиант сататын компаниясы бар. Біз оны Айнұр ханым арқылы танимыз. Иә. Қазір сағат ашылды, ол Айнұр ханым арқылы күшті атып кетеді. Да? Или там BI Group. Я біз BI Group'ты до определенного момента білдік. Я күшті компания. Бірақ Айдын Рахимбаев аренаға шыққан кезде, вот қандай, вот кімдікі. И бізге Айдын ағаны зерттеу, қаяққа ол барып жүр, Өзбекстан президентінің алдында Қазақстаннан осындай проектіні қорғапты деген кезде, Айдын ағаны новости жаңалықтан көрген кезде, біз бәрібір нені ойлаймыз? Сразу BI Group'ты ойлаймыз. А BI Group'ты көрген кезде, молодцы, Айдын ағалар уже наяқтан салып жатыр деп уже ойлайсың, да? Бұта өзің Айнұр ханым мен Айнұр апаймен бірге жұмыс істеп жатсың. Былайша айтқанда, сол кісінің танымалдылығын, имиджін қалыптастыруда еңбек етіп жатсың, иә? Осы жерде жаңа Айым ханым айтып кеткендей, шын бірінші компания маңызды ма болған, әлде адамның жеке брендін қалыптастырған маңызды? Негізі именно Айнұр Тұрсынбаеваға келетін болсақ, ол кісі маған дейін де өзінің атын қалыптастырып қойған, халықтың арасында атақты айтыскер ақын ретінде танылған адам болған. Айтыскерлігімен қатар, сол танымалдылығының арқасында, атының арқасында ол кісі телевизиялық жобаларға жүргізуші болып кірді, иә? Телевизиялық жобада біз негізі тоғысқан жеріміз телевизия. Мен кадр сыртындағы режиссер, ол кісі менің жүргізушім. Мақпалдың мекені, Айнұрдың асханасы деп шыққан сол кезде бір-бірімізді тани бастадық. Айтады ғой, қазір адамның жеке брендін қалыптастыру үшін бірінші распаковка жасайды, оны тұлғалық талдайды, зерттейді, танып біледі деп. Ал мен ол кісіні өзімнің алдындағы жүргізуші ретінде танып, сол кезден бастап танысып, бір-біріміздің қырымызды, былайша айтқанда, мықты қырларымызды, осал тұстарымызды анықтап бір-бірімізге солай жақындап бастадық. Біз телевидениеда кадр сыртындағы адамдар, продюсерлер, журналистер, режиссерлар, тіпті мына отырған операторлар, біз барлығымыз сол тұрғыда жүргізушінің бет бейнесін, образын қалыптастыру үшін жұмыс жасайтынбыз. Жаңағы Айнұр ханым жүргізушілікке келген бағдарламада 4 жүргізушінің жеке тұлғалық өздерінің өміріндегі айналысып жатқан істерінен бөлек ведущий ретінде, жүргізуші ретінде қалыптасуына жұмыс жасадық, иә, олардың образдарын жұмыс жасадық, сөйлеу сөздеріне, текстеріне, дикциясына, камераға қарауына, сөйлей алуына. Өйткені бұрынғы кезде телевидение ол мына адамдармен коммуникация жасайтын ең үлкен құралдардың бірі болып бірден бірі болды, иә. Сол кезде біз ол кісілердің образын қалыптастырып бастадық. Одан кейін Айнұр ханымның өзінің образында, жаңағы характерында истероидный деген өзінің бір жұлдыздарға тән, публичностьқа тән, вниманияға жаңағы зәру, өзінің ақын айтыскерлерді не шабыттандырады, халықтың қошеметі шабыттандырады, халықтың алғысы шабыттандырады.
жаңағы признаниясы шабыттандырады. Сол себептен Айнұр ханыммен жұмыс жасау бұл тұрғыда өте оңай. Және де мен бір қазіргі станда енді әлбетте біз жаңағы жарнамалық интеграцияларда, компаниялардың жұмысында, ішкі системада, ішкі кухняда, командамен жұмыста бүкіл системасына бас көз болып қарап жүрмін да. Но десек те адамның өзінде ішінде мына брендке қатысты бизнес мышлениясы, креативный мышлениясы болмаса, ол адаммен жұмыс жасау қиын. Айнұр ханымда ол завышенный, уже развитый, да, жаңағы креативный мышлениясы да, бизнес мышлениясы да. Сол себептен екеуміз тандемде өте қызықты, сәтті жұмыстар атқарып жатырмыз. Және де қазіргі компаниялардың ашылуы, бриллианттардың ашылуы, бұл былайша айтқанда әлі цветочки, өйткені жеке бренд ретінде, тұлға ретінде Айнұр ханымның өз атына, өзінің болашақ жоспарына қойған мақсаттары. Толық потенциал әлі ашылған жоқ. Әлі білесіз ба, ол кісі Forbes-тың төңірегінен келу. Ол кісі неге бай адамдардың, топ бай адамдар туралы көбірек айтады. Өйткені сол бай адамдардың арасынан өзі көргісі келеді. Не в плане того, что прям ценность, құндылығы ақша жағынан баю емес, а именно признание жағынан, осыны өзі жасаған, қолы жеткен, істеген, халыққа істеген, халыққа қосқан үлесі ретінде танылғысы келеді. Осы тұста айтайын деп едім, сұрайын Айым ханымнан. Жаңа Айнұр апайдың несін айтып жатырмыз, ішкі тірегі дейміз ба, бойына салынған, потенциал сондай деп. Сонда жеке бренд кез келген адам бола алмай ма? Бола алады, если у него есть желание. Бола алмайды деген нәрсе жоқ, и ол біздің қолымызда емес нәрсе ғой. Біз инструмент береміз, да, но есть же и другие силы, которые на это все влияют. Ана ішкі желание адамда, мысал ретінде, көптеген даже бір ресейлік инфобизнес төңірегіндегі адамдарды алсақ, вот недавно қазір атып жатқан миллион, миллиардқа дейін жетіп жатқан Anar Dreams. Бүкіл Ресей нарығын инфобизнесті СНГ, ТМД елдерін дамытып жатыр. Ол адам осындай кеңседе, офиста, дәретханасы жоқ, кухнясы жоқ жерде тұрған. Басында миллион қарыздары бар. Бірақ жарты жылдың ішінде маркетинг инструменттерді қолданып, бірақ мына жердегі мышлениямен жұмыс жасап, ішкі сеніммен жұмыс жасап, ана Айнұр Тұрсынбаева ханымдағы ішкі тірек, ол ана бала кезінен, оның жаңағы айтыскерлігімен, сөз саптауымен ол келді. Ол одан сайын жылдар бойы өсіп, накапливаться етіп, үлкейіп, сейчас она такая глыба, гора, да, и любой нәрсеге дес беріп, төтеп бере алады. Любой бір оған қарсы айтылған неде, ее ничего не касается, вот у нее внутренне вот это проработанное, жаңа сіз айтқан стержень бар ол. Ал мысалы жаңа келген адам, ол ақырын уақыт өте келе, ол да Айнұр ханым дәрежесіне жете алады, егер оның желаниесі болса. Бізге бота екеумізге бір адамды әкеліп, міне миллион, миллиард төлеп жатыр сізге, жұлдыз қылыңдар дейді. Біз бота екеуміз басқа бір жеке бренд мамандарын, маркетологтарды алып, қыруар ақша салып, төгіп, бір уровеньға дейін жеткізуіміз мүмкін. Чисто проехаться на инструментах. Бірақ, да, определенный моментте уже инструменттер, просто инструменттер жұмыс жасамайды. Человек должен хотеть сиять, хотеть что-то отдавать миру. Мысалы, жаңағы Бота ханымның айтып жатқаны Айнұр ханым туралы. Вот это андай оқырмандар ойламасын, ол бір меркантильность, Forbes-қа кіріп көп ақша алып, бай болсам, әлемдегі ең бай адам болсам емес. Әлемдегі ең бай адам болсам, ең танымал болсам, бірақ не үшін Айнұр ханымның ішкі миссиясы мықты болып тұр. Да? Что там? Хатайдағы землетрясение. Кто первая? Айнұр Тұрсынбаева. Да, не болды. Коронавирус, пандемия. Ең бірінші енді мемлекет тарапынан жасалмаған нәрсені Айнұр Тұрсынбаева бірінші болып жасады, да? И осы жерде то, что ее зажигает, ол ішкі миссия. Алам, қалтама салсам екен, Cartier кисем екен емес. Cartier кию это просто бонус. Пока мен аяқтан ақша алып, проводник ретінде наяққа адамдарға беріп, көмектесіп, мысал ретінде, сол шайдың тақырыбы, да, у нас, короче, подкаст посвящен Айнұр Тұрсынбаеваға. Енді күшті пример, да, просто халықтың барлығы ол кісіні таниды, өте күшті пример. И шайдың өзінде, мысалы, мен презентацияға барған кезде, мен бірінші рет сондай бір ақпарат естідім, ацистан-хэ деген күшті өсімдік бізде өседі екен, қытайлардың бәрі, Ресейдің бәрі кеп бізден сатып алады, өздеріне алып кетеді
содан өнім шығарады. Айнұр Тұрсынбаевалар оның барлығын сатып алып Қытайға, Ресейге жібермей 3 жыл бойы бүкіл ақшаларын соған салып, Цзиньханы алып қалып, енді одан Қазақстанда жасалған өнім шығарып жатыр да. Өте пайдалы шай, 1 жыл бойы ішсең бүкіл ауруға ем болады дегенде. Вот мысал ретінде ол не просто, мен әйтеуір бір қара шай қара салайыншы, атым бар ғой, давайте этот завод построим и ақша жасаймыз, да. Айту бойынша, что там мяту собирают отдельно, да. Шайдың өзін бірнеше нутрициологпен жұмыс жасап, бірнеше дәрігерлерді қосып, енді бұл ақша, неге ақша келеді? Өйткені адамды зажигать ететін күшті бір мақсат бар, бір миссия бар. Оның ішіне белгілі бір құндылықтарына сай әрекет етіп жатыр, и ақша екінші планда. Поэтому ақша да келеді, танымалдылық та келеді. Поэтому жеке брендті дамытқан кезде біз адамға әрдайым айтамыз. Первое, для чего? Жарқырау ол күшті. Мысал ретінде, ішкі миссия болады, сыртқы миссия болады. Мен сыртқы миссия, мен айтам, әр адамның ішінде бір күн бар, ол келеді, сол күнді ашу, жарқырату мен миссия. Бірақ, мысалы, бір инсайт болды, менің оқушым жақсы табыс табады, бір күнде ол 550 мың тапты, да? Бір күнде, и 55 мыңды садақаға жіберді. И чатқа бүйтіп жазды. Айым ханым, сіздің атыңыздан, менің атымнан, және чатта отырған Райхан ханым үшеумізден 55 мың теңге садақа. Сіз айтыңыз ғой, вот мен енді әр түскен ақшадан 10% жіберем деген кезде, если бы она сама отправила, окей, но она сказала, сіздің атыңыздан, менің атымнан, әр неден же, мен түсіндім да, мен ішкі миссиям, онда Айнұр ханым сияқты, елге көмектесе алатын, үмметке, садақаға ақша бере алатын адамдардың қатарын көбейту. Но мен оны барып, жүр мен саған ақша таптырам, садақа бересің деп жасата алмаймын. Мен айта аламын, жаным, мен саған ақша табуға көмектесем, жарқыраймыз, танымал боласың. Бірақ сосын ішіне құйып берем. Но ты этим делись. И ол артынан, это как цепочка, да? Он будет делать хорошие дела. Ертең басқа біреуге көмектеседі. Екеуіңіз де мысалы жеке бренд қалыптастырушы ханымдарсыздар, сіз жарқыратамын дейсіз күннің ішіндегі. Сол демек жеке бренд деген бір адам болса, бір құты дейміз ба, оған жаңағыдай түрлі дәмдеуіштер құйып отыру керек қой, жаңағы құндылығын, бірақ оның барлығы ішінде бар ол адамның. Неден басталады сол жеке бренд қалыптастыру? Бағана айтылған нәрседе. Мысалы, сіздің әдісіңіз бөлек, мен мысалы ботадан да өткем, жаңағы стратегиялық сексен, энотип, архетиптер, сізден де хабарым бар. Соны айтып берейікші, қалай болады ол жүйелерде? Мысалы, жалпы қазір енді нарықта, әлеуметтік желілерде қанша 5 миллиард адам қолданады әлеуметтік желілерде, 5 миллиардқа жуық адамдар. Ол сан күннен күнге өсіп жатыр. Адамдар әлеуметтік желілерге келген кезде, бір танымал тұлғаларды көрген кезде, ол мынау уже жеке бренд деген бір аты бар, жаңағы жүрген подписчиктері көп, аудиториясы бар адам ретінде қабылдайтындығына беткі бір жағындағы парақшаны ашқан кезде, немесе ютубына кірген кездегі фантигін көреді, сыртындағы упаковкасын көреді. Я тоже так хочу. Мен де жеке бренд қалыптастырамын, және маған осы упаковка керек. Бірінші сыртқы келбетін ойлайды. Бар 9 фото жасайын деген сияқты. Керісінше бізге келген кезде эксперт форматта жоқ, біз сіздің ішінде ядро личностьқа келеміз, біз адам туралы біз сізді зерттейміз бірінші. Өйткені жеке бренд ол ешқашан да әлеуметтік желілермен шектелмейді. Ол сіз, екеуміздің сөйлесуіміз, оператордың жұмысы, мобилографтардың жұмысы, Айымханның жұмысы. Бірінші кезекте біздің істеп жатқан позициямызбен, істеп жатқан сапалы түрде істеп жатқан ісіміздің нәтижесі жеке бренд. Ал ең бірінші кезекте, вот жаңа сұрақ қойып жатсыз ғой, кімде жеке бренд қалыптастырады? Кім миына қатты құйып алған жеке брендті дамытам, әдемі образ қалыптастырам, ақша табам. Фокус ақшада. Фокус ақшада. Ол жерде меркантильность деп жатырмыз. Ол басқасы, ол адамға ақша үшін ешқашан келмейді. Керісінше ақша бар жерде біздің стереотипный ойымыз қалыптасқан. Бізде алдау бар, сату бар, тықпалау бар, өзін сатып жіберу бар, әйтеуір артында сатылым бар, потребительский отношение бар деген ой қалыптасады да, ол жерде жеке брендтің дамуы өте қиын. Сол себептен ішкі ценностарды біз құя алмаймыз ол кісіге. Өзінде болу бар ценностар, мысалы ашу керек оны, ашу керек. Адамды жеке тұлғалық талдау жасайды, сол кезде оның ішіндегі потенциалын ашады, қырларын ашады. Сол кезде ғана, мысалы мен өзімнің методикамда бағанағы бірінші стратегиялық сессиядан адамның мақсат
жоспарларынан бастаймын да. Ол мақсат туралы айтқан кезде адамның уже құндылықтары да, өміріне деген көзқарасы, өзіне деген сенімділігі, істейтін ісі, басқасы 100% ашылатын нәрсе. Стратегиялық сессиядан кейін ғана жаңағы распаковкаға өтем, уже ол адамды жеке былай жақынырақ тани бастаймын. Жеке бренд қалыптастыру неден басталады дейді? Мамандарға беруден басталады. Бүгінгі таңда мамандарға беріп жеке бренд деген не ол үшін мынаны істеу керек, инструменттерді беріп қою өте аз. Мен соған көзім жетті. Қалай делегировать ету ма сонда әлде ол не? Жеке бренд деген SMM жүргізу деп ойлайды олар. Мен SMM-шікке бердім. Ботақаным саламатсыз ба? Мен жеке брендті дамытып жатырмын. Менде SMM-шік бар, мобилограф бар деп келеді да. Мен бүгін не айтайын дейтіндер. Вот. Бүгін не айтайын? SMM сізге ешқашан айтып бере алмайды, сіз өзіңіз. Өйткені ол сіз емессіз ғой. Иә, мен сізге күшті сценарий жазып бере аламын. Мен телевидениеда опытым бар, жазу жазатын сценарист қабілетім бар, мен сізге күшті сценарий жазып бере аламын. Бірақ ол сізге келе ма? Келмей ма? Ол сіз ба, сіз емес па? Мен өзімнің көйлегімді алып басқа қыздың үстіне кигізіп қойып, оған дискомфортно болады. Сосын айтады, знаете, мен жеке брендім кішкене маған ұнамай жатыр. Маған келмейтін сияқты бұл образ. Мен осылай айта алмаймын, бұл мен емес деген нәрсе. Шаршау, выгорание, ақша таба алмай жатыр, мысалы, консультацияға келеді, қандай запроспен? Это не распаковка, просто диагностика. 20-30 минут сөйлесесің. Былай ғой, сөйлескен кезде они надутые, как шарик, иненің ұшымен тарс еткізсең, жарылып, жылағысы келіп отыр да. Не болды десем? Это не мое. Мен наны салам, неге ақша келмейді, неге сатылым жоқ? А потому что бәріміз телекте жұмыс істедік, телевидениеда. Камераны алдай алмайсың. Тура сол сияқты көрерменді, экранның арғы жағындағы клиентті алдай алмайсың. Да? Приходят люди, которые говорят, вот мен менторством 1,5 миллион тұрады, жарты жыл ғана бір тақырыптың ішінде темада, да, и на минуточку там біздің менторство 1 миллион тұрады, да, а там 5 лет или сколько лет, да, работаем. Окей, классно, это позволение, вот это все это классно, но бұл жерде бір не бар, да, жеке брендті тең эгоны қомпайту. Тәкаппарлық деп ойлайды да, жеке бренд дамыту сол тәкаппарлық қалып келмей ма деп. Қараңыз, егер жеке бренд сенің мақсатың болса, я хочу 1 миллион подписчик, мен бүйтіп отыруым керек, адамдардың ішінде күшті нетворкингі деген болса, ол, конечно, тәкаппарлықты қомпайтады. А всегда мен мысалы айтамын, жеке бренд ол мақсат емес. Пожалуйста, еске сақтап алыңыздаршы. Жеке бренд мақсатқа жету жолындағы құрал ғана. Мысал ретінде, кейс Роза Ашырбаева. Бір реклама болды, көрдіңіздер, феминистік тақырыпты көтерді да, Қазақстан Республикасының заңы өзгеріп кетті. Это повлияло Роза Ашырбаева. Пока другие молчали, Роза ханымның 300 000 аудиториясы, оны бұған поддержка берген, резонанс тудыра алды да, мемлекет деңгейіндегі қаралып жатқан мәселеге басқаша жүріп кетті да барлығы. То есть не істеді? Все зорлық зомбылық үшін жазаны күшейтті. Күшті ғой, зато енді ойланады адамдар, мысал ретінде. Оны жасаған Роза Ашырбаева ненің арқасында? Жеке брендтің арқасында. Ол жай ғана 5000 подписчигі бар, күшті эксперт болып отырса, оны ешкім тыңдамайтын еді. Оның 300 000 подписчик аудиториясы бар. Мен деген адамдармен жұмыс жасайды. Жусан банктың өзі оған кеп, мысалы, Жусан банкта ана была наставник, да, по KZ маркетингу, қазақ тілді маркетингті жүргізу бойынша. То есть бір белгілі бір вес бар, да? Алып жатқан орны бар, не үшін дамыту керек жеке брендті? Белгілі бір мақсатқа жету жолында. Ол мақсаттардың ішінде квартира алу, машина алу, өзінің бір ең бірінші базалық қажеттіліктерді өтеу жабу болу керек, это нормально. Пока сен машина квартираңды алып, өз басың, қара басыңа бәрін жасап алмағанша, сен өзгеге көмектесе алмайсың. Но осы мен машина алдым, все, болдым, тойдым, біттім, все, я теперь крутая деген нәрсе ол жеке бренд емес. Оған келсем, мысалы енді жеке бренд айтып отырмыз ғой адамдар деп, бұның тарихына үңілсек, баяғы тасқа қашалып жазылатын заманнан басталады ғой, әркім өзінің несін жазған. Рим грек империясы кезінде олар жаңағы философтарға табынбасақ да енді сондай бір авторитет болды, жеке бренд болды, мысалы Аристотель басқалары. Біздің қазаққа келетін болсақ, рулық деңгейде күшті дамыған сияқты. Мысалы үшін Найман қума, шайтан қума десе, наймандардың пысық бір кішкене қулығы бар деген білдіреді.
немесе жаңа ұлы жүзге не дейді, қалам бер. иә, орта жүзге қалам берді, дауға қой, кіші жүзге найза берді, жауға қой, ұлы жүзге не дейді, қамшы берді, малға қой дейді. Яғни әр жүздің характеристикасын айтып беріп жатыр да. Мысалы осы жерде сұрайын деген, бізде қазір шүкір жаңа Айнұр Тұрсынбаева сияқты, Роза Ашырбаева сияқты, Марғұлан Сейсенбай солай дамып жатыр. Бірақ осы бір мемлекеттік деңгейге жеттік па біз? Сіз мысалы Франция көріп келген адамсыз ғой. О жақтың несі, жеке бренд дейміз ба, сол жалпы имидж туралы. Қазір мен тоқтамайын десек, қазір мен тоқтамайын. Соны білгім келеді. Бізді сондай біріктіретін, может, ортақ бір миссия керек шығар. Иә, ол андай. Мен сізбен бөлістім ғой сол тақырыппен. Негізінде мы очень мелко плаваем, бірақ айтады ғой, 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан. Біз жас мемлекетпіз да. Мен Ресейге осы брендинг, пиар тақырыбында оқуға барған болатын. Пиар институты, Жак Сегала, ол кісі былай айтқанда 100% адам, Францияда 100% адаммен жұмыс жасады, бір 14 па президенттікке үміткерлермен жұмыс жасады. Сол 14-нің 8-9-ы қателеспесем президент болды. И его называют продавец президентов. Сол продавец президентовтың университетінде біз оқыдық. Олар на минуточку сабақтың тақырыбы былай болды да. Мы будем разбирать бренд Франции. Так, подожди. Как это бренд Франции? Мы же привыкли, что бренд это Cartier, Coca-Cola, Louis Vuitton, Dior. Мысалы, олар мемлекеттің брендін талқылап жатыр да. Франция дегендегі мына бірнеше әліптің қанша тұратынын біз білеміз. Так, біз білмейміз. Қанша мемлекетке басқа адамдар, өзге ұлт өкілдері, бизнес жасап жатқандар төлеу керек ақша, чтобы там было написано Made in France. Да? Франция туралы бүкіл әлемде қанша упоминания болды. Қандай упоминания болды. Франция арқылы қанша рет, минут сайын қанша адам еске түсіріп айтып жатыр. Әлеуметтік желідегі хэштегтер қандай. Франция туралы упоминаниядағы қанша пайыз ақпарат позитивті, қанша пайыз ақпарат негативті. Соның барлығын зерттейді. Так, и мен ойладым, так, неужели мы что-то делаем не то деген секілді. И біз өзіміз Қазақстан шоколадтарын толтырып алып, Франция Париждің көшелеріне шығып, таратып, біз Қазақстанданбыз, вы знаете, где это деген кезде? Жоқ деді. То есть это нормально. Это не значит, что ой, біз қалып жатырық, мемлекет жұмыс істеп жатқан жоқ деген сөз емес. Просто біз әлі жаспыз, бірақ осы Бота сияқты, мен сияқты, басқа ханымдар сияқты, эксперттер сияқты, түсіну керек та, куда нам надо идти. Тоқтама, мысалы айтады, ой, қазір кім көп, SMM-ші көп еді, жеке бренд жасайды, дамытатындар көп, распаковщик көп, бәрі шетінен эксперт. Я говорю, болсын, бәрі кітап жазғысы болып кепті, болсын. Қазақша контент көбейсін. Содан кейін сапаға жұмыс істейміз. Қазір пока бір жолға тұрып алайықшы, одан кейін жақсартамыз. И біз қазір жеке бренд, компания брендімен жұмыс жасап, уақыт өте келе мемлекеттің брендімен жұмыс жасауға көшеміз деп ойлаймын, сенем да. Менде бір рилс болды, мысалы, мен бәлкім министерствода жұмыс істесем, ең андай оңай жолы, скорее всего, мен Милан, Франция, Пекин, Токио деген сияқты қалалардан бір комнат астынан квартираларды сатып алып, бәрін дүкен қылып, Қазақстанның бүкіл дизайнерларын давайте 2-3 есе бағаны қойыңдар да, сатыңдар. Оларға еш нәрсе емес. Біз мысалы 50 000 теңгеге алатын шапанды олар 250-300 мыңға ала алады. Қой сояққа. Бірақ, Франциядағы бүкіл біз барған Дом Диор, Луи Виттон, жаңағы тарихы бар модный домдарға барған кезде, бірінші олар саған тарихты сатады. Міне Диордың алғашқы көйлегі, мына сумканы қолмен жасайды, сондықтан ол 5 миллион тұрады деп. История, құндық, во все это погружает. И сен топ ет магазиннен шығасың да, ты уже не можешь ничего не купить. Невольно покупать. Ана сумканың историясынан дай, наунандай. Ол неде болу керек деп. Я говорю, пожалуйста, Қазақстан бүкіл тарихынан өткізейік да. Одан кейін шапандарымызды, құрт, өнімдеріміз сатайық, сатып алған үшін сыйлыққа Қазақстан шоколадын салайық, үйіне барып Қазақстан шоколадымен шай ішсін да, ең дәмді шоколад екенін түсінсін да, через дорогу Рахаттың франшизасымен
магазин ашып қояйық та, мы вот здесь их подсадим на шоколад бесплатно, потом он будет возвращаться и покупать рахати. А ол ақшаның барлығы в итоге Қазақстанға барады. В итоге, хотя поставь Димаш Құдайберген әндерін қояйық, да, там, не знаю, домбыраны қояйық, домбырадан бір мастер-класс өткізейік. Потому что, мысалы, сол университетте біз оқыған кезде, қазір олар кітап жазып жатыр, история моды именно казахстанской моды. И бір факт, могу фотку выставить, наяқта қойсаңыздар болады. Ив Сен Лоранттың үйіне барған кезде, оның ең жоғары қабатында үйінің өзінің офисі болды да, кеңсесі, где он рисовал. И на столе осталось эскиз қалды да, столда. Ол эскиздегі сөмкенің оюлары қазақша қошқар мүйіз. Мен түсіріп алдым да. И сол идеядан, я говорю, а вы знаете, біздің Татьяна айтып жатырмын да, вы знаете, но біздің қазақша оюлар ғой деп. Ол зерттей бастады. В итоге қазір олар қазақстандық дизайнерлармен коллаборация жасап, Францияда Қазақстанның қол өнері туралы, Қазақстанның дизайны туралы кітап шығарып жатыр. И Алла қаласа, октябрьдің соңында ма, там будет фестиваль еще какой-то, сол жаққа біздің дизайнерлар барады. Сол кітаптың тұсауын кеседі. Оған кішкентай ғана Айым ханым себепкер болып тұрған. Алланың қалауымен, да, просто ол кісі, мысалы, сосын бізге Луи Виттонда, ең әлемдегі ең бай адам Бернар Арноның брендімен, Луи Виттон бренд, LVMH бүкіл тобымен, это там Dior, Луи Виттон, Живанши бәрі кіреді, Майот Хеннесси, сонымен жұмыс жасаған, 70-тен асқан, 75-тен асқан Аташка бізге сабақ берді. И барлығы отырды. Прада, Луи Виттон, күшті киініп барған енді поддержка ретінде. Мен құрақ көрпенің шапанын киіп бардым да, қазақи украшение. Сосын ол бүйтіп қарады да айтты, вы знаете, деді, мына аяқта отырғандардың барлығынан менің есімде нақыз ғана қалды деді. Неге? Все сидят в Прада, а нақыз что-то ваше, колорит какой-то есть, свое. И ол диплом берген кезде бүйтіп ұстап, мынау қандай, я говорю, бұл біздің апорт, Алматының алмасы, алманы екіге бүйтіп жарған кездегі сондай оюлардан осындай шапан жасалған. Он подал эту идею. Он говорит, неге сіздер осы қазақстандық моданың аясында еліңіздің брендін дамытпайсыз деп. Бізге болады ғой. Даже вот, да, какая красота. Жаңа сырғалым деген неден берген маған сыйлыққа. Соны тағып алдым деп па? Жалпы бренд қалыптастырушылардың арасында тұлға ретінде бренд қалыптастыру мемлекеттік деңгейге жеттік па деген сұрақ болып жатыр ғой енді. Ешқашан бренд бір мемлекетті бағындырамын деп қана шектелмеу керек та, оның түпкі мақсатында арманда әлемді бағындыру болу керек. Не нәрсе істесе де. Тіпті бізде келетін енді жеке тұлға ретінде жеке брендін қалыптастырғысы келетін қыздар келіп жатады. Аяулым Шымкент деп локациясын білдіріп қояды. Аяулым, сен сондай керемет музыкантсың. Неге сенің музыканы Америкада шырқалмау керек? Неге сенің музыкаңды Италияда отырған қыз үйренбеу керек сенен? Неге сен тек қана Қазақстанмен шектеліп отырсың деп. Шымкентпен бұл тұста тек қана енді біз жалпы бренд қалыптастырған кезде целевой аудиториямен жұмыс жасаймыз ғой. Целевой аудиторияда тілдік мәселені ғана, тілдік бір нюанстарды учитывать етіп қалыптастырып отырса, бүкіл тілде орыс тілінде. Неге қазір Қазақстанда орыс тілді адамдар, мысалы, Динара Саджан, Марғұлан Сейсенбай ең бірінші орыс тілінде жазу арқылы, орыс тілінде трансляция беру арқылы Ресей аудиториясына, Өзбекстан, бүкіл СНГ-ға тезірек шығып кетіп жатыр. Өйткені тілдік мәселе бар. Сол себептен қазақша да әлбетте Айым ханым айтқан біздің колоритті да шығара отырып, оны басқа тілдерде де трансляция жасау арқылы әлемге шығу мақсат болу керек. Қазақстанмен шектелу, мемлекет деңгейінде шектеліп қалу деген сияқты. Ал тұтас мемлекетті бренд ретінде қалыптастыру енді ол әрине барлығымыздың барлығымыздың еншісінде, менің де, осы жерде отырған адамдардың да, мемлекеттік деңгейде, президенттің деңгейінде, бүкіл ішкі саясаттың, сыртқы саясаттың мүддесінде тұрған дүниелер ғой. Сол себептен мемлекеттік деңгейде шектелмеуге әлемдік деңгейде. Мына кішкентай басымызбен шектеп қоймау керек деп. Шектеп қоймаңыз керек. Мен қыздарға айтам, қандай мақсат қоясың? Алматы қаласындағы күштен сұранысқа ие дүкенімді ашқым келеді. Неге? Неге сенің арманыңда сенің дүкенің бағанандай Францияның ортасында тұрмасқа? Неге сенің дүкенің Америкада болмасқа? Мүмкін ба? Мүмкін.
Иә. Айдана Омарова, Омабель. иә Американың. бишілер, Түркістаннан қаншама Әлем Мадина сіңлім Бисекеева, қарап қаншама әншілер, бишілер шетелдік сахналарды бағындырып жатыр, әншілер мысалы да. Медина шектелесіңдер? Сақтағанова да Францияға барып показ жасап келді. Арунас бар. Жоқ, иә бізде альхамдулилля енді Бірақ қазақтың қараңызшы, дарынына сеніп ерінші қуып түпкі кетеміз. мақсатты айтамыз, мақсат туралы көп айтамын. Мақсат, мысалы, сен айтамын, сен туралы 5 жылдан кейін, немесе 10 жылдан кейін не айту керек адамдар? Немесе сен, бұл әлемге танымал. Онда сен бүгін сол әлемге танымал болу үшін не істеуім керек деген жоспар құрасың. Не істей аламын? Ол да мәселе сол ғой. Адам көбісі мақсатын білмейді. Егер де мен Алматыда номер 1 боламын десем, миссиясын білмейді. Алматы қаласында бірінші алдыңғы қатардағы брендке айналамын десем, онда сен Алматыдағы дүниелерді ғана зерттеумен шектелесің. Бітті. Ал ол жерде 100% маркетинг құралдары қолданып жатыр, олар дұрыс құрылып жатыр, олар әлемге шығып жатыр деген зерттеу жоқ, анализ жоқ. Олар бәрі сыртқа шығады. Сыртты зерттеу, әлемдік деңгейде зерттеу. Мысалы, ютубта конкуренттерін зерттеңдер, эталонный адамдарды қараңдар. Кім дәл сен сияқты жұмыс жасап жатыр, кімнің мақсатын сен асып түскің келеді. Анализ конкуренттік дейсің. Анализ конкурент жасаңдар. Жақын жердегі бір аты жоқ, танымал емес адамдарды зерттейді. Неге сен үлкен адамдарды зерттемейсің? Неге сен сондай үлкен мақсат қоймайсың? Керісінше сен мотивацияң 10 есе өседі. Бізді қазір адамдарды не қозғалтады, орнымыздан не тұрғызады? Тек мотивация. Мотивация сен тек қана әлемді бағындыру, әлемді шабыттандыру, әлемге танымал болу, ең алдыңғы қатардағы тұлға болып қалыптасу болмаса, онда мотивацияң да соғұрлым сонша есе азаяды. Енді олай ғарыштық демек қой, енді әлемдік деңгейде ойлай алу үшін мышлениемен дейміз ғой. Жұмыс жасау. Бүкіл жерде Өйткені қарап тұрсаң, ана Американың бір Голливудтың актерлары, анау Африкадағы бір нелерді, жыландарды, арыстандарды құтқару қоры, бір экологияға бір пайдасын деген сияқты нәрсеге айналысып кетті. Жоқ, бізге ол миымызға кірмейді, өйткені біз әлі сол тұрмыстық деңгейде ойлаймыз. Тұрмыстық базалық қажеттіліктерін Фариза Төрәлі күйеуімен бірге, мысалы, Африкада құдық қазып берді. Көп кішкентай қаршадай қыз, 22-23 жаста. Үлесі бар ол құдыққа десе. Африкада құдық қазып. Құдықтан сондай құдық қазып берді да. Енді бар ойлап атқаны. Бірақ жоқ емес, бар да. Или мысалы, Айдана, Омабель, басқалар деп айтып жатырмыз ғой. Аз да. Бәлкім, даже былай келген адам, мысалы, подкаст, қандай подкасттар бар? Давай подкаст ашасын, может осындай деген кезде, ой, не көп подкаст, көп қазір бәрі подкаст ашып кетті ғой дейді да. Бірақ Қазақстан басына санағанда қанша адам бар, и подкаст санасаң, саусақтарың жетеді. Оказывается, аз. Біздің жұмысымыз ақпаратты көбейту. Қазір Ботаханның подкастын тыңдайды, 5 күннен кейін Айымханның подкастын тыңдайды, одан кейін Ля газетаны тыңдайды. 4-ші ретте ғана адамның миына жеке брендтің не екенін отыруы мүмкін да. Понимаете? Без разницы, кімнің подкастынан ол атып кетеді. Лишь бы сол адам ойына жетсе и бір өзгеріс болса. Болды ғой. Сол үшін, пожалуйста, 1045 подкаст түсіруге дайынбыз ше. Былай айтқанда. Жаңағы сіздердің әдістеріңізге келетін болсақ, бірінші жеке бренд қалыптастыруда құндылықтарды айтып жатырмыз, иә? Соның ішінде адамның үлкен бір миссиясы болу керек. Миссияны қалай анықтап бересіздер? Көп адам қазір адасуда дейміз ба, әлі тапқан жоқ. Білсе де соны анықтай алмай жатыр. Главное не навязывать, иә? Қараңыз, мысал, алдыңа адам келді, 1 жыл, жарты жыл ғана жұмыс жасап жатыр. Ол әлі базовый қажеттіліктерін жапқан жоқ та. И өтіріктен сенің миссияң осындай деп. Құдық қазу деп. Жоқ та. Я говорю, давай мы с тобой поживем. Давай көреміз, давай бақылаймыз. Мысалы, миссияны қалдырып қойсаң болады да. Одан кейін мақсат. Бірақ адам бүйтіп жұмыс істеп жүріп, арғы жақтан, мына жақтан бір подтверждениялар келген кезде, Айымханым, мен түсіндім. Мен зажигать етіп жатыр, мен осы үшін істегім келеді екен деген кезде, давай енді оны әдемілеп упаковать етеміз да. Марғұлан аға сияқты, басқалар сияқты әлемге адамдарға презентовать ете алатындай әдемі упаковкасын жасайық, 2-3 сөйлемге сыйдырайық деген секілді. Но ең бастысы ол нақта болу керек. Мысалы, әдістері көп қой, біз жасаған әдіс бар, 12 жасқа дейін бүкіл құндылықтарын жазып шығасың, бір сторителлингті жазып шығасың, тағы. Одан кейін, мысалы, распаковка личности деп жатамыз, там прогрев жазғандағы распаковка бар, ол керек нәрсе, дұрыс нәрсе. Сатылымға. Ал жеке бренд дамытудағы распаковка бар да, ол кішкене басқа дүние да. Ол толықтан қазып, сен балалық шағыңнан неге сен адамдар бүйтіп ойлайды да,
мысалы архетиптерға келетін болсақ, мен маркетологпын, сондықтан менде маг архетипі бар екен ғой дейді. Жоқ, сенде маг архетипі бар, сен сонымен өстің, осы стратегияны ұстандың, сондықтан сен маркетингті таңдадың да. Архетип маг бола тұра, сен барып, білмеймін, басқа бір нені таңдай алмайсың, тақырыпты, нишан, сен осыған кеп тірелесің уже. Ол ішіндегі сенің болмысың. Осыны қалап тұр. Архетиптан правитель міндетті түрде бастық болады да. Мен бастық екенмін, сондықтан правитель емес та. Сондықтан ішіңді, мысалы болады адамдар, мен қайда барарымды білмеймін, не істерімді білмеймін. 2, 3, 4 ниша тұр, қайсына барсам екен деген кезде, сол архетиптер, энотиптер көмектеседі да. Не зря сені здравоохранениеға тартып жатыр. Не зря сен там, білмеймін, Олимптың франшизасын алып, там Шымкентте, Жетісайда ашайын деп жатсың. Өйткені сенің осы базовый құндылықтарыңда архетиптің ішінде сол бар. Денсаулық үшін, үмбет үшін, адам үшін бір пайдалы нәрсе істеу, зиян келтірмеу, не навреди деген позиция болса, ол понятно. Ол адам қырып барып, ақша тауып, біреудің там, білмеймін, қырып жойып, Миранда птицы дьявол носит Прада боламайды да ол адам. Оның бойындағындай нутрициолог болу, адамға түсіндіру, көмектесу, сондықтан адамның өзін ашып түсіну маңызды да. Ол былай ғой, Ботахан, наверное, подтвердит, сенің алдыңа былай айтқанда алмаз келеді да? Внутри же он бриллиант. Біздің жұмысымыз зергер сияқты керек жерін подсветить где-то, әдемі бит светті алып, нәшетті әдемі кейін, огранкаларын көбейту білесің ба, сенің бір қырың емес, мынанша қырың бар деп. Сол алмазды, ол изначально бриллиант да. Сол ана сыртқа оболочкасын бет шешіп алу да, міне сен осындайсың деп шығарып, көрсетіп, мықты тұстарың бар, сен осылай жасай аласың, осындай миссияң болады, осындай мақсатың бар, куда ты идешь, стратегиясын құрып, адам уже түсінеді. Бағыт-бағдар бересің. Қайыққа бара жатыр, не үшін бара жатқан түсінеді. Мысалы, жаңағы адамның бойынан миссияны құйып беру деп айтып жатырмыз ғой. Миссияны адамның өзінің ішінен шығатын құндылығына байланысты дейміз. Осы тұста көбінесе адамдарға миссияң қандай деген кезде, менің миссиям жоқ екен ғой деген нәрсені еще құйып алатындар болады ғой. Оказывается, мен вообще миссиям жоқ екен ғой, или миссия деген нәрсе ол бір глобальный әсерін тигізетін нәрсе. Мен алдыма келеді, керемет аналар келеді да. Олар 5 бала тәрбиелеп отырады, 4 бала тәрбиелеп отырады да, бірақ мен түк істеп жатқан жоқпын дейді. Мына Қазақстанның болашақ 5 қанша балаңыз бар, сонша мықты менеджер тәрбие алатын сіздің миссияңыз бар ғой деймін, яғни аналық миссияңыз бар. Оны неге жоққа шығарасыз? Немесе мен мысалы біз қазір Айым екеуміз жеке бренд қалыптастыру екенбіз, адамдардың жаңағы ішін ояту, жаңағы сыртқы келбетін қалыптастыру, құндылықтарын шығарумен жұмыс жасаймыз. Айым ханым жылына 1000 адамға ақпарат таратсын. Мен 1000 адамға ақпарат таратамын. Біздің жұмысымыз ол 1000 адамнан, 10 адамнан, 5 адамнан басталып жатыр да. Біз әлемдік номер 1. Бірден мақсат қойып болса әлемдік номер 1 шығады. Жоқ, біздің жұмыс ана жерден басталады, астынан кішкене қадамдардан басталады. Біздің миссиямыз содан басталады. Оны айтсаң, солай ма, көздің астындағы нәрсені көрмейді. Ол өзгеріп отыра алады, қосыла алады бір нәрсе, это нормально. Сондықтан көрерменге осы жерде анықтап жүрейік, миссия деген бірден қалыптасып кетпеуі мүмкін. Ол өмір бойы анықталуы мүмкін емес. Бірден анықталуы мүмкін емес деген. Өйткені шынымен де ғой, адам түсінеді, жаңа осознанность дейміз, проработкадан өтеді, қазір тілмен айтқанда, сосын көп нәрсеге көзі жете бастайды ғой, өзін кім ғой? Шәкәрім атаның сөздері ғой, мен кіммін, ісім қандай пайда, қайда барам деген сияқты. Бұл әлемге не пайда берем деген дүние ғой. Дұрыс айтады, Ботахан не бере алады? Бұл әлемге бәріміз бір лептамызды бір бәріміз бір кірпішпіз да, бірақ андай да, сен үйде отырған 5 баланың анасысың, сен кірпішсің, сенің өз орның бар да, біз барып біреудің орнына тығылып, мен осындай коуч болуым керек, 10 миллиард табатын дегіміз келеді да. Сен өзіңнің орның тауып алуың керек да. Сол кезде тетігін барып бар қалан деген сол да. Ал жеке брендін қалыптастырмаған адам неден ұтылады, неден құр қалып жатыр? Осы кезге дейін негізі бүгінгі заманға, бүгінгі күнге дейін негізі бағана айтып жатырмыз ғой, жеке бренд кімге керек, кімге керек емес. Осыдан 3-4 жыл бұрын керек емес адамдар, кімге жеке бренд керек емес адамдардың саны қазіргіден кішкене жоғары болған керісінше, мысалы экономистер, юристер,
дәрігерлер, медицинский услугалар адамдар ол жеке бренд қажеттілігін әлі ақшасын тауып жатыр, жұмысы бар деген сияқты. Керісінше бүкіл акцентті мысалы дәрігерлер өзінің жеке кәсібіне, жеке ісіне, жұмысына назарын көбінесе сол жаққа аударып жатса, бүгінгі таңда жеке брендті былайша айтқанда тілін түсініп алған адамдар, сосын кейін жаңағы үлкен мақсаттары бар адамдар тезірек іліп алып кетіп, тезірек әрекет істеп жатыр. Ал керісінше жеке бренд қалыптастырамын, бірақ оның қысқа мерзімді мақсаттар кіші адамдар әлі сол бір деңгейде өсе алмай, сол бір инстаграмның деңгейінде, жаңағы контенттің деңгейінде ғана қалып кетіп жатырды. Инстаграм арқылы трансляция жасау. Ал кім жеке брендтің нағыз не екенін, оның жеке бренд қалыптастыру үшін тек қана инстаграмда, әлеуметтік желілерде емес, осы жерде, онлайнда, ана кездесуде, мына кездесуде, ана іс-шарада, мына благотворительный фондта, анда-мында бүкіл жерде болу керек, коммуникациясын қалыптастыру керек деген кезде, опа, ол қиын ғой. Ол үлкен жұмыс қой, біз инструменттерді айтқан кезде как будто оказывается жұмыс істеу керек екен ғой деген нәрсе. Ол өзі қалыптасып қоятын нәрсе жоқ, ол қалыптасып қоятын нәрсе емес. Жеке брендті үнемі істеп жүру керексің, үнемі өзің атыңа, өзің затыңа істеп жатқан ісіңе постоянно жұмыс жасайсың, постоянно анализ, қай жерде барсың, қай жерде жоқсың. Процесс. Потому что плюс это репутация. Жеке бренд это репутация. Потому что постоянно все меняется. Все меняется, әлем өзгеріп жатыр. Ежесекундно бүгін инстаграмда мынандай заңдар шығып жатса, бір аптадан кейін басқаша заңдар шығып жатыр. Соның барлығына үлес ол критический мышлениені дамыту керек адамдарға в основном. Осын тыңдап отырып, пластичный болу керек. деп ойлап қалып. Ну все поэтапно, если грамотно өзінің атына, өзінің затына, тұлғасына стратегический подход жасап білетін болса, құрастыруға болады. Не сияқты, Шахановтың өлеңі сияқты, үлкен арман керек екен адамға дегенде үлкен миссия болу керек қой деймін, артында жүргізіп тұрады. Айым ханым айтады, мысалы, психотиптерін кейбір психотиптер бар, оларға ешқандай стратегияның да, арманның да, мақсаты да жоқ, олар алады, жасайды болды. Олар дайындалмайды, ойламайды. Олар күнде жасап жатады, все, олар трансляцияда жүреді, олар кездесулерде жүреді, олар адамдарды жақсы көреді, араласып жүреді, анда бар, мында бар. Олар сатушылар, олар их может их миссия просто делиться. Заражать людей идеей, мысалы. Оның қыры көп, ол бір ғана, мысалы, мен дәрігер, хирург емес, ол вообще блогер ол. Ана тақырыпты да жақсы сөйлесе алады, ана тақырыпты да жақсы айта алады, ана туралы да ойын жақсы білдірте алады да, ол инфлюенсер дейді, жаңағы бүкіл әртүрлі салада өзінің мнениясын білдіретін, қазір миллионник, 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион подписчиктер бар, үлкен блогерлер бар. Біздің Қазақстанда инфобизнесте жалпы өз жеке брендін қалыптастырып, және жеке бренд эксперт ретінде Елікбаевтарды, соларды. Өркен, қазір тағы кімдер бар? Конкуренттеріңіз дейміз ба, әріптестеріңіз? Нами Кулумбетова айтып жатыр. Қазір мына жеке бренд деген нәрсе. Олар көп болған жақсы ма? Болсын. Жеке бренд деген нәрсе, қыздар, бір инструмент, қатып қалған инструмент, сол формуламен жүрсе істелінетін нәрсе емес қой. Ол әр адамда индивидуально. И бүгінгі таңда өзінің атын шығара білген, өзінің контент арқылы, өзінің ортасында өзінің атын қалыптастырған адам өзінің методикасымен бөлісуде. И ол нормально. И еще лучше менің беретін кеңесім, кім қай сегментте өзінің атын қалыптастырып жатыр. Мысалы, сен ресторанный бизнесте жеке бренд қалыптастырғың келсе, ресторанный бизнесте өзінің аты шыққан адамның бар методикасын қолдануға кеңес беремін. Өйткені ол жолдан өтіп шықты да ол. Сен барасың да сол. Енді қазір наставник, коуч деген сияқты, коучтан бұрын жаңа наставник дейміз ғой, соларды алған дұрыс қой. Дұрысын табу. Мысал ретінде жаңа ресторатор болғым келеді, бірақ мен барамда психологтан алам деген секілді. Не болмаса, егер мен Қытаймен бизнес істесем, логично Қытаймен бизнестен миллиардный оборот жасап жатқан адамнан барып сұрау. Қалай сен карго аштың, қалай сен нан жасадың, опыты бар. Сегментке байланысты, өзінің нишасындағы үздіктерге барып білім алған тиімдірек қазіргі таңда. Яғни жеке бренд былайша қорыта келгенде ол саған танымалдылық береді, публичность дейміз. Но вот тут тонкая грань. Жеке бренд тең танымалдылық емес. Жоқ, осыны адамдар түсінсе, пока мы от темы далеко не ушли, жаңа айтады ғой, вот инфлюенсер, блогер, анау күшті 10 миллион подписчик бар, все, мынаның жеке бренді бар екен ғой, деп ойлайды да. Мысал ретінде қараңыз, Инстаграм жоқ заманда Марғұлан Сейсенбай бренд болған. Инстаграм жоқ заманда Асқар Байтасов, которому принадлежит
весь AB Restaurants, Дель Папа, жаңағы кафетерия, тағысын тағы. Мы о нем говорили. Біз білдік он, или Қуаныш Шонбайды біз сонау 2017-16-да, хотя Инстаграм олай қатты дамымаған заманда, бізге мысалы телевидениеда біз өзара сөйлесіп, есть такой король плова, вот сол кісіден не алуымыз керек деп, интервью алуымыз керек деп. То есть әлеуметтік андай қате пікір болмау керек та, әлеуметтік желі пайда болғаннан кейін жеке бренд деген тақырып хит болып кетті. Жеке бренд всегда болған. Это есть вот это пиар, репутация, маркетингтің ішіндегі бір құрал ғана да. Просто сол жеке брендті дамытатын тағы да заманауи жаңа каналдар ашылды да. Если раньше это было радио, телевидение, газет, журнал, нетворкинг, плюс қазір YouTube, подкасты, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Threads тағы басқалар шығып кетті да. И сен соның барлығын просто дұрыс қолдануың керек. Бірақ сенің о жерде тұртың жұртың видеоларың күшті просмотр жинап, сенің 100 000 оқырманың болса, сен жеке брендсің деген сөз емес. Керісінше Инстаграмы жоқ жеке брендтер бар. Соның аражығын ашып берсінші деп әдейі қойып жатырмын да, өйткені мысалы біз дегенмен біз бәрінде идеологиялық тұрғыдан балаларға тәрбие береміз, көрерменге тәрбие береміз. Оның ішінде көп бөлігі біздің балаларымыз. Олар жаңағы жеңіл ақша табу, жаңағы ыртың жыртың деген сияқты соларды кәдімгідей үлгі тұтады. Сол енді олар жеке бренд емес қой. Жеке бренд емес. Соны айтсын дегенім ғой. Яғни бізге жаңағы... Смотри, жеке бренд, мен тұлға адам, әрқайсымыз. Яғни оның ішінде бағанағы біз айтқан миссия просто то, что он несет в мир. Несімен ол пайдалы. Окей, ыртың жыртыңмен адам жинап алды да, сосын барды да бір күшті тақырып көтерді. Барды да өзінің басқа қырын көрсетті. Енді жинаған 100 000 адамды өзіне назар аудартып алды да, енді бір идеяны берді. Вот, окей, уже он что-то несет в мир. А просто танцевать, эфирде отырып, тамақ ішіп, білмеймін, болмайтын батылдарда бүйтіп қолын қол көтеріп отырады деген жақында естідім, тиктокта үлкен бір жұлдыз, үлкен кісі айтып жатыр да. Мен тиктокқа кірмейтін себебім, кіріп қалсам бір жұлдыз отыр, менің інім, соның қасында біреу отыр да, анау кісі ұтылып жатыр да, өп-үлкен болып қолын көтеріп отыр деген сияқты. То есть, к сожалению, біз өзіміз сонда адамдар тәрбиелеп жатыр. Бірақ именно мен ол кісіге айттым, білесіз бе, сіздің ойыңыз дұрыс дедім да, бірақ қараңыздаршы, 100 000 адам қолын көтеріп отырған адамды қарап жатыр да. Сен сондай ақылдысың, бірақ сен ешкім қарап жатқан жоқ. Значит, сенің жұмысың ана 100 000 адамды, бүйтіп отырған адамға қарап отырған адамның назарын өзіңе аударып, керек нәрсені айту. Қазақилықты, білім алуды, еңбек етуді, тағысын тағы. Яғни үздіксіз соған жұмыс жасау. Яғни біз оған жаңағы былайша айтқанда жертва күйіне түсіп алып, анау немесе жаңағы негатившік болып, анау бетіп жатыр, анау сөйтіп жатыр емес. Өзгерт. Керісінше сен өзіңнің бір неңді енгіз, пайдаңды тигіз. Жаңа өзіңіз айтпақшы. Жеке бренд қалыптастыру шешімді. Я решаю, мен жеке бренд қалыптастырамын деген шешім қабылдадым. Жауапкершілік, сен уәде беріп жатсың. Сен сапалы жұмыс жасауға, жақсы эмоция беруге сен уәде беріп жатсың. И, пожалуйста, сол уәдеңді дәрігерлер ант береді ғой. Сол сияқты до конца алып кетуге жұмыс жасау керек. Адамның назарының ақысын беріп жатсың. Адам назарын жинап алып, смотрите, мен қандай күштімін, Прададан киім алып жатырмын емес та. Мен күштімін, Прададан киім алып жатырмын, бірақ білесіңдер ма, мен оған осылай жеттім. Давай-ка сен мышлениені бүйтіп өзгерт. Мына киноны қарап жүріңдерші, мына кітапты оқып жүріңдерші, мына подкасттан не түсіндіңдер, давайте бірге талқылайық. Давай разбор жасап жүрейік. Бізге негізі балалық шақта осындай нәрсені салып берген. Уже сен бір пайда беріп, кішкене болса да, сенің инстада отырған 2 сағатыңнан хотя бы бір адам бір пайда алса, уже сен миссияң жүзеге асып жатыр. Причем именно сол бұрыштан кірген, құндылықпен кірген бұрыштан келген адамдар, келген целевая аудитория, келген сенің оқырмандарың, сенің армияң, сенің тыңдармандарың намного крепче, мықтырақ. Олар бірге мықтырақ, олар именно басқа бір құндылық арқылы келеді. То есть узкий болсын, бағана қысқа тақырыпта тек қана мысалы патриотизм тақырыбында болсын, немесе сіз айтуыңыз мүмкін газетті қайттан жаңғыртамыз деп, сіз ғана трансляция жасайсыз, сіз артыңыздан талай осы газетті сағынған, газеттің иісін сағынған,
газет оқыған саңған қыздардың армиясын жинау мүмкін да, и ол намного крепче, чем бытық-шытық бағанағы Иә, 1 миллион оқырманға қарағанда. эмоцияға барған аудиториядан қарағанда сенің аудиторияң мықтырақ. Өйткені комьюнити. Вот Иә. біздің, мысалы, Роза Әшірбаеваның 300 мың адамы, ол оның комьюнити. Роза сияқты ойлайтын, соның артынан еретін. Я, мен де сен сияқты ойлаймын, мен де неге құндылықтарды біз ашып жатырмыз? Адамдарға адамдар қызық, адамдарға адамдар керек, и мы притягиваемся по интересам. Құндылық бойынша. Я, сіздің құндылығыңыз елге көмектесу, мен құндылығым елге көмектесу, Ботаның құндылығы елге көмектесу, поэтому мы здесь сидим. Просто әркім оны әртүрлі қызмет әдіс арқылы жасайды да, болды. Біреудің құндылығы денсаулық, сондықтан біреуі нутрициолог, екіншісі хирург, үшіншісі там гинеколог, төртіншісі соның бәрін заведующий, да? Бесіншісі жеке. Я, бірақ ол мысалы именно нутрициолог, сол здравоохранениедағы адамдармен жұмыс жасайды да. И олардың ортақ жұмысы не үшін? Денсаулықтарын қараңдар. Давайте Қазақстандағы әр азаматтың өмір сүру орта жасын ұзартайық. Олар сол миссияның астында жиналды. Сол құндылықтың астында бірге ту етіп бір миссияның астында жиналады да. Поэтому құндылықтарды білу маңызды, ашу и транслировать, айту ол туралы. Не үшін ол маңызды екен көрсету. Одан кейін бір нәрсе айтайын деп едім, жеке бренд бәріне керек па деп жатсыз ғой. Уже жеке бренд бәрімізде бар. Мектепке барып жатқан сіздің балаңызда жеке бренд бар. Өйткені ертеңгі күні ол бала президент болып отырғанда мен тұрамын да айтам, ол мен бір класста оқыған, бірінші класста линейканың ортасына шығып алып жылаған есімде деген сияқты. Уже ол туралы адамдарда белгілі бір ой пікір қалыптасып жатыр. Сізде де бренд бар. Экранның арғы жағында отырған адамдарда да бренд бар. Қандай? Мен ана абысыным күшті Гүлнар. Гүлнардың бренді бар да, күшті абысын ретінде жеке бренді қалыптасқан. Я. Мәселе бұл жерде жеке брендті монетизацияға шығару, сатудан пайда табу деген сияқты. И жаңағыдай қоғамға пайда келу. Бәрі прям ақша тауып, пайда табады деп. Андай да, не зацикливайтесь табыста. Мен жеке бренд тауып, инста арқылы ақша тауып кетем, или инстаграмаған ақша төлейма дейтіндер бар да. Жоқ та, сен на жерде жеке брендіңді дамытып, күшті нәрсе айтып жатқанда, наяқта бизнесіңе клиенттер өздері балыруы мүмкін да. Күшейту үшін. Мысалы, там, Royal Flowers да, негізін қараушы, как его? Адиль или Адижан, да. Мысал ретінде, біз Royal Flowers'ты бәріміз білеміз. Бірінші Royal Flowers шықты, одан кейін біз оны біле бастадық. Ол, это просто оның бренд дамыту Royal Flowers'қа күшті бонус да. Ол көбірек сатылымы артады, тағысын тағы. Бірақ ол тұрып, мен гүлдерімді алыңдар демейді да. Ол басқа бір идеяны транслировать етеді. Бизнес бастаңдар, футболды дамытайық, мысалы Артур Арчибальд король цветовпен бірге қосылып, олар Қазақстандағы кішкентай балалардың жаңағы футбол лигасына үлес қосып жатыр да. Оны транслировать что-то больше. Но оны білу арқылы біз оның бизнесінде біліп жатырмыз. Сіздер өздеріңіз эксперт ретінде осы жасап жатқан жұмыстарыңыздан ләззат аласыздар ма әлде енді заман ағымына қарай солай болдым деген? Андай, давайте Ботақан. Мысалы, біз жаңағы кадр сыртындағы адамдармыз ғой енді, былайша айтқанда. Бірақ та данный момент, мысалы, мен осы 2 жыл ішінде именно жеке бренд қалыптастырушы эксперт ретінде білім беріп жатырмыз, трансляция жасаймыз, кішкентай запустер жасадым, мини-марафондар, потом менторствоға алып жатырмын да. И менің осы сентябрьде, августте кәдімгідей жаңағы выгорание дейма, кәдімгідей ұштым, потому что идея маған өте қатты ұнады. Мен ол туралы жақсы ізденіс таныттым, оқыдым, білдім, өзімнің алған опыттарымды қостым, өзімнің жаңағы шығармашылық жолындағы тәжірибемді қостым. Бұл жерде менде бір глоток ниша пайда болды, что здесь можно добавлять творчество, да, можно придумывать, нужно там генерировать идеи, контент құрастыру керек деген идея маған қатты ұнады. Мен сол үшін кіріп кеттім да. Жасап жатырмыз, адамдармен жұмыс жасап жатырмыз, и түсінгенім, что ешкімге жеке бренд туралы теоретический білім қажет емес. Қазір адамға қолымен жетектеп, бірге өмір сүріп, оның жеке брендінің қалыптасуына жұмыс жасау маңызды. Наставничество. Вести его. Поэтому я настолько сейчас живу на страницах, басқа адамдардың страницасында өмір сүріп, что өзім страницам
өзім қалып страница қойды, түгіл өмірімді Ну, я десейші. понимаю, что это Инстаграмда жоқтығым, это не говорит о моем, что менде жеке бренд жоқ. Енді мына жерде мықты қалыптасып келе жатқан 5, 6, 7 адам маған больше менің брендімді қалыптастырады, нежели мен Инстаграмда күнделікті трансляция. Өйткені мен білімді, пайдалық нәрсені Инстаграм арқылы таратуым мүмкін, эфирға шығуым мүмкін. Оларға ол аз, потому что жеке бренд ол тұлға, ол индивидуальный адам, Үнемі жеке жұмыс адам, я. істеу. Тем более жеке бренд тек қана инструмент емес, жеке бренд тек қана контент емес, ол уже оның практически басқа да өмірінің басқа сегменттері, басқа тұстарын ашуым керек, қырларын ашуым керек, соған жұмыс жасауым керек. Сол себептен уже практически 6-7 адамның образында өмір сүріп жүрмін деп айтуға болады. Қиын емес па? Қиын емес. Қиын, мен мысалы айтып тұрмын ғой, августта мен кәдімгідей ұшып түстім. Выгорание страшно. Кәдімгі мне WhatsApp-тағы адамдардың сообщениясына меня тошнило аж. Мен адамдармен сөйлесем, 7 күнге жабылдым, есікті жаптым вообще, ешкім звондама сөйлесем. Қалай содан шығып или бір әдіс? Супер. Керісінше айтамын, тот эксперт, адамдармен жұмыс жасайтын адам, бәрі выгорание деген. Выгорание это нормальный нәрсе. Это сигнал. Неизбежно. Нет, Это нормально. Это нормально. одна же. Керісінше мен айтамын, выгораниедан қорқатын адамдарға айтамын, выгорание келсе, Келесі уровень. Рост, қуаныңыздар деймін да, кәдімгі қуаныңыздар. Это сізге стопы кішкене тоқтайды тұр. Демалып ал, касан ол керек деген нәрсе да. Но выгорание, если затяжной болса, жағы жаман болып кетуі мүмкін. Депрессия. Өзіңе балансты түрде, саған тезірек ресурстарын толықтыратын нәрселерді алып керек те, демалып алу керек болса, демалу Не керек. істеуге болады сондай кезде кішкене бір адамдарға керек. лайфхак? Біз Просто демалу. жеке брендте адамның барлығы коммуникацияда өмір сүреді, яғни адамдармен араласу арқылы сүреді. Бүгін мысалы үшеуміздің арамыздан мен қазір 3 адамның энергетикасымен шығамын, 3 адамнан азық алып шығамын, білім алып шығамын, сөйлесем, информация алып шығамын. Там жарық маған әсер етеді, басқасы әсер етеді, мен кәдімгідей тұлға ретінде физиологиялық тұрғыда мен барлық бүкіл денеме әсер етеді. Ал жеке брендте жүрген адамдардың негізгі жұмысы коммуникация, адамдармен сөйлесу, адамдардың алдында болу, тіл табысу, өзіңді сату, назарда болу, жаңағы бет-бейнеңді қалыптастыру деген сияқты. Там не избежать выгорания. Выгораниедан кімдер, банкте кассада отыратын адамдар, кассиршылар тезірек выгорание түседі. Неге екен? Олар көз алдынан күніне 100 клиент өтеді, олар сол көзқарастан, сол сөйлесуден шаршайды. Это нормальные вещи. Выгорание ол болатын нәрсе, болу керек нәрсе. Наоборот, выгоранияны сезіп тұрсаңыздар, признактарын көріп тұрсаңыздар, қуаныңыздар. Балансты түрде тез ретке келіп алыңыз, 7 күн демалыңыз. Бұрын 1 ай отпуск не үшін беретін адамдарға? Тұрақты түрде жылына 1 ай отпуск беретін. Біз қазір бәріміз фрилансерлыққа кетіп қалдық, онлайнға кетіп қалдық та, керісінше одан көп жұмыс істеп жатырмыз. Наверное, сол 7 күндік менің жаңағы выгораниеда бүйтіп жатқан есті жауып қойып, шторым бәрін судың жағасында жаттым мен. Но сол момент маған 7 күнге берілді, 1 жылдың ішінде, представляете? Мысалы, суббота, воскресенье деген бізде жоқ. Суббота сіздермен бірге жұмыс жасаймын. Ойламаңыздар онлайн оңай деп. Нет, не болмаса, ой, мен кәсіпкер болсам, жұмыс істемеймін деп ойлаймын. Наоборот, кәсіпкер 24 сағат жеке брендда бір нәрсе осы. Біз 7 күнді не қалай бөлдім? До такой степени, что өзіңнің сүйікті жұмысыңды істеп жатқаннан, сен уақыттың қалай өтіп жатқанын білмейсің. Егер сен сүйікті жұмысыңды істеп жүрсең, ол 1045 рет құласаң да сүрінсең де соны жасайсың, 24-те 7 жасай беру мүмкін. Мен қазір енді ивентте да көп жүремін адамдардың жаңағы ұйымдастырушылық шараларда. Керісінше өткенде 2-3 күн ба, 2-3 сутка жаңағы презентацияны жасап тастағаннан кейін үйге келіп, презентация үшін қазір үйге барам да ұйықтаймын, болды, мен жатып ұйықтаймын. Үйге келем де ана шабыттан, адамдардың эмоциясынан ұйықтай алмаймын ғой. Ұйықтай алмаймын, потому что ұнайды маған, ол кайф ұнайды маған. А вот жеке бренд жұмыс істеп жатсыз ба деп жаңа сұрақ қойдыңыз ғой. Алдында мен сол сторителлингті бастағам, бір кісімен бізде женщина, она не должна работать, она должна творить благо деген ақпарат екеуміз бірге естідік қой. Сол кезде, менің түсінгенім, мен жұмыс істемейді екенмін. Сондай деп. Мен жұмыс істемеймін. Мен соны түсіндім да. Отырып, қалаған кезде сабақ өткіземін. Қалаған кезде барып демалып келем. Қалаған кезде басқа сабағыма барам, фитнесқа барам, горельникқа барам. Бүйтіп күнімнің расписаниясын жаздым да. Сөйтсем мен вообще 2 аптада бір 7 сағат, 6 сағат жұмыс жасайды екем да. Қалған уақыт массажға барам, контент түсірем, тамақ ішем, нетворкинг.
жоқ, я кәдімгі ол менің өмірім. Просто кейде осындай да не болмай ма, жақындарыңыз, туыстарыңыз, айым сен не мен туыстарым айтатыны былай ғой. Жұмысың не, мамандығың. Вот, туыстарыма сәлем десең, олардың келіп айтатыны, айымның жұмысы күшті, тамақ ішіп отырып ақша табады дейді да. Я говорю, күшті ғой, оны солай көрсете алу. Бұрын телевидениеда менде режиссер жұмыс істеді да, Айсұлу. Оған үлкен рахмет, мен ұстазым болған кісі ғой. Сол айтты да, оның бір басында 4-5 проект. Ол телевизиончик үшін, режиссер үшін 4-5 проект, это өздеріңіз білесіз былай ғой. Сондай ғой. Ол деген шашылайын деп тұрған кезде көрсетпейді ғой. Продюсерлар келіп оған айтатын, Айсұлу түк жұмыс істемейді деп ше. А біз ана экранның арғы жағында жүріп, оның қалай жұмыс істеп жатқанын көреміз да. Ол айтады, айым нормально, оны защищать еткім келіп, ана говорит, айым нормально. Сенің қырып жұмыс істеп жатқаныңды, адамдардың сенің қиналып жатқаныңды көрмеуі, вот это искусство дейді да, что олар ойлайды, сен бүйтіп играючи жұмыс жасайсың, Мысалы, адамның ішіне кіріп шығу, распаковка жасау, сен аяқта реально шашылып қаласың 8 сағаттан кейін, саған 2 сағат массажда жату керек да. Но вот эти горящие глаза, ана адамның өмірдегі бір, ана көзіндегі оты пайда болуы. Мен ұмытып қалыппын ғой, маған мынау ұнайды. Мен осыны істей аламын ғой, мен осыдан ақша таба аламын. Өзін тануы. Да, у меня был кейс, мысалы, Астанада Ақбота ханым Құрманғали фруктовый букет жасайды да. Өте жақсы ақша табады. Орамалда, намазда келді да, айым ханым, мен что-то көп ақша тауып кеттім. Мен на фруктовый букетті ақша үшін жасап жатқан сияқтымын. Все, мен бәрін жаптым, тастаймын. Стоп. Распаковали ее. Первый архетип творец. Творчество, букет жасау, да, нені қалай. Я говорю, так, үйге бара жатқанда не ойлайсың десем. Ана бар ғой, ана финигім қалқа бет, ертең содан қандай не жасайтынды ойлаймын. Так, магнумда жүргенде анда бір нені көрсем, не ойлайсың десеңші. оны бүйтіп араластырып, бүйтіп қалай істейтінді. Я говорю, все. Я говорю, егер де сенде ақша үшін болса, ты пришла, букет сделала, алдыңдар да, все, валите, пожалуйста, тезірек үйге барсам, она живет этим. Представляете? Просто ол соған подтверждение алды. Я сказала, нет, Ақбота, сен дұрыс жолда келесің. Вот надо усилить, былай жасауға не істеді? Бүкіл тоқтатқан курстарын бір сатты. Фруктовый букеттің қасына гүл қосты. В общем, бір айдан кейін Infinity машина алды. Человек, который мог бы на все поставить крест и сказать, что-то мен ничего не то нәрсе істеп жатырмын, мен кеттім деп, қазір білмеймін, квартирасын сатып, 3 баласын, 2 баласын бағамай, күйеуімен қырылып отыратын еді ма, білмейміз ғой, бір ала біледі, но просто человек познал себя и понял, оказывается, мен оны ақша үшін істеп жатқан жоқпын, алла беріп қойған мен қабілетім екен ғой, өзіне анализ жасады, действительно мен жол бойы осыны ойлайды екен ғой, это мое. Айтқан кезде шабыттанып, И сондай кейстер, мысалы, сенің 8 сағат өмірің, 1 ай өмірің, ол нәрсе емес та. Ана адам, мысалы, машина алып жатыр, ол машинамен балаларын анда-мында апарып жатыр, умраға барып жатыр, тағысындағы күшті ғой. Осы үшін жұмыс жасауға болады да. Сосын ондай нәрсе бар да. Адам күнделікті бір тұрақты нәрседен шаршауға бейім да қазір. Постоянно бір нәрседен шаршайды. Сол себептен, мысалы, атақты брендтерде, мысалы, новый коллекция шығарады, жыл сайын жаңа iPhone шығады, где-то ребрендинг өтеді, бір компаниялар логотипін ауыстырады. Осы тұста не үшін бренд-менеджерге бару керек, немесе жаңағы маркетологтармен жұмыс жасау керек? Осы тұрғыдағы жаңағы адамның состояниясын, создательдің өзінің брендін қалыптастырып жатқан адамдарға жаңа серпін беру, жаңа ребрендинг жасау, перезагрузка немесе реанимировать ету үшін адамға осы консультанттарға бару, мамандарға бару маңызды. Неге? Өйткені жаңа бір лекпен кіру, біздің өзімізде, біз күнделікті экспертімізді дамыту үшін, мысалы, қазір мен тек виденияда жүрмін, ертең видениядан кейін тағы басқа нәрсе істеуім керек, именно личный брендке бір лептамды өзімнің үлесін қосу үшін басқа өнім ойластырып табу мүмкін, но постоянно бір развитиеда жүру керек та адамдар ше. Сол себептен, когда вот, допустим, если мне жаңағы букет фруктов не надоело, то что еще можно сделать из этих фруктов? Қалай мен тағы да бұны жаңарту арқылы, немесе жаңа бір форматын өзгерту арқылы тағы не істей аламын? Бұл тұста креативщиктерге барасыз, бұл тұста маркетологтарға барасыз, бұл тұста бренд-менеджер егер өзің нең жетпей жатса, фантазия. Мысалы, киімде де қазір алып қарасаң, мынандай орамалдар, Зуфаның нелер,
не біріне шығып кетті, мен не ойлап таба аламын деуі мүмкін ғой адам. Мысалы менде енді өзім жеке істеп жатқан жұмысым продюсерлік, да, ивентте жүрмін, инфобизнесте жүрмін, плюс именно өзімнің позициямда, мысалы маған ұнайтын, өзімнің таңдаған жеке бренд эксперт ретінде қалыптасу позициям жазып қойған, бірақ жазады маған дайректке курс ашайын деп едім. Мен курсымды қалай сатсам болады, парақшасына кіремін, ол кім? И бізде солай ыңғайлы, кәсіпті де көп адамдар сол, енді біз өзіміздің оқу барысында кәсіпкерлермен өте тығыз жұмыс, бірінші кәсіп ашылады, сосын ол кәсіпті қалай жүргіземін деген нәрсе ойланады. Сол сияқты инфобизға келген адамдар бірінші курстарын ойлайды, бірақ артында ол курсқа дейін істелінетін нәрселерді ойланғысы келмейді, айтқысы келмейді, істегісі келмейді, бірден курс жасағысы келеді. Ал мен мысалы менің құндылығымда бірінші жеке бренд қалыптастыру, сосын саған клиент келеді. Сол кезде сенің сапаңа, сенің мнениеңа, сені таңдап анандай, сенің даусыңды тыңдап, сенің энергетикаңа, сенің құндылықтарына келеді адам десем, оларға ол қиын да. И сол жерде қоштасуға тура келеді. Оларға мен айтқаным ұнамайды, шындықты айтқаным, олар оған дейінгі жатты істегісі келмейді, бірақ айналып, сол бірден Қызығы 2 жылдан кейін олар қайтып келеді ғой. Иә, 2 жылдан кейін. Практикада барған керек екен. Қанша 2 жыл уақытыңыз өтіп кетті. 2 жылдың ішінде сіз сияқты курсты қаншама адамдар шығарып қойды, уже конкуренция деген нәрсені үнемі ойлаңыздар. Сол себептен неге адамға бірінші келеді? Жаңа энергетика сосын өмір салты болсын, образ жизни дейді ғой, сатып жатқанымыздың барлығы образ жизни. Бірінші соны қалыптастырып үйрену керек. Қазір бәріміз соцсеттерде, трансляцияда эксперттілігімізді ғана алдыға көрсеткіміз келеді, экспертпіз. Эксперттің артында не жатыр? Ол эксперт, ол білім. Мен ұстазым айтады, мысалы, Жексен Васильевич, сен мысалы жеке брендті 50 жақсы кітап, жеке бренд туралы 50 жақсы кітапты оқысаң, сенен мықты эксперт болмайды. Ол үшін міндетті түрде экспертке барып, одан білім алып, бәленбай миллион ақша төлеудің қажеті жоқ. Біз нені төлейміз? Біз 50 кітапты оқитын уақыт үшін ғана төлейміз да, жеке брендте барып, тезірек үйретін, тезірек айтып берді. Еще плюс тәжірибесі үшін. Ол оқып көрген жоқ, ол оқыды, еще жасады. Тәжірибесі үшін. Сол себептен біз не үшін ақша сұрайтынымызды, не үшін бірінші осы этаптан бастауға кеңес береміз. Біз алдыңғы нәрсесін көреміз да, бір 5 жылдан кейін, 3 жылдан кейін жеке бренд. Ол бүгін мен Пиндода экспертімін, келесі жылы жеке бренд экспертімін, 3-ші жылы недвижимостьтан риэлтормын деген нәрсе емес. Ол үшін жеке бренд деген экспертке вообще жоламай қойыңыздар, лучше, наверное, сразу быстрый результат үшін маркетологқа барып, курсты сатуға болады. Бүгінгі таңда атыңды қалыптастырмай, курсыңды сатып жіберуге болады, көбірек маркетингке вложение жасап, ақша құйып сатуға болады. Жарнамасы. Бірақ ол саған не береді? Ол саған минутына табыс әкелуі мүмкін. Но сен тұлға ретінде болашағыңа жауап беретін нәрсе емес. Табыс әкеле ма деген нәрсе. Әкеле, қандай маркетологқа жолғасын еще, ол да сұрақты. Сол себептен неге жеке бренд маңызды? Жеке бренд сіздің тұлға ретінде долгосрочный мақсаттарыңызды реттеу үшін сізге жеке бренд маңызды. Біраз нәрсе айтып тастаған сияқтымыз. Егер осыны ұғатын құлақ болса, тыңдайтын адам болса, әрине біраз құнды ақпараттар айтылды. Бота, Айым, келгендеріңізге рахмет, қыздар. Жаңа жұмыстарыңыз нәтижелі болсын. Біреуіңіз жақсы мықты стратегия құрып, мақсат айқындап жүріңіздер. Біреуіңіз адамдардың ішінде күнін жарқыратып, солай өздеріңізді жарқырап жүре беріңіздер. Біздің каналға жазылып қойды, ұмытпаңыздар, және қоңырауға басып, Ля Газеттаның жеке брендке қатысты тақырыбын, эпизодын көріңіздер. Сау болыңыздар.